Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып, лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Балқия Балтабай, жүрек тыныштығы, миллионер адам бақытты ма? Бүкіл қарыздан құтылдыңыз делік, үйді де, көлікті де алдыңыз. Үлде мен бүлдеге оранып, бай қуатты өмір сүріп жатырсыз. Дүние жүзін аралап келдіңіз. Бір емес бірнеше кәсіпті дөңгелетіп отырсыз. Әмияныңыз ғана емес, банк картаңыз да тоқ. Туған туыстың бәрін жарылқап қойдыңыз. Көл, көсір, қайырымдылық та жасадыңыз. Қысқасы, қаржыға қатысты ешқандай проблема жоқ. Бәрі шешілді. Бүкіл арман орындалды. Сұрақ, ары қарай не істер едіңіз? Ақшаға қатысы жоқ арманыңыз бар ма? Сөз басында келіскеніміздей шынайы жауап беріңіз. Өкінішке қарай осы сұрақты қойғанда көпшілік нақты жауап қата алмай кібіртіктеп қалады. Өйткені көп адамның арманы ақшаға тіреліп тұрады. Ақшаны өзінен артық бағалайды. Ақшаны төбемізге шығарып қол жетпес құндылық етіп қойғандықтан ол бізді басқара бастайды. Адамды ақша басқаруы жақсы емес. Мұндайда адам ақша үшін өзіне ұнамайтын жұмысты істеуге, алтын уақытын сарп етуге дайын болады. Ерте тұрып кеш жатуға да көнеді. Ақша үшін жақындарынан жырақ жүруге, қауіп-қатерге бел бууға, тәуекелге баруға бейім келеді. Қалауын да оп-оңай шетке ысыра салады. Бұдан басқа да мыңдаған өзіне ұнамайтын қадамға баруға дайын тұрады. Сіздің бойыңыздан да осындай қылықтар болса, ойланғаныңыз жөн. Біз көбіне Алланың емес, ақшаның құлы болып кететініміз өкінішті. Ақшаға деген қарым-қатынас бала күннен қалыптасады. Бала кезде қалыптасқан наным-сенім ақшаға қатысты бүгінгі әрекетімізді айқындайды. Ақшаға байланысты белгілі бір образ қалыптастырып, оған атау беріп, қандай да бір тұжырыммен бағалау адамның ақшамен арақатынасына айтарлықтай әсер етеді. Не нәрсеге нендей атау берсек, ол тура сол бағытта жұмыс істейді. Біз күткен нәтижені береді. Мысалы, ақша адамды бұзады десек, ол шынында да тура жолдан тайдырады. Адамның кейде ақшаға байланатын армандары болуы қалыпты жағдай. Оған қоса ақшаға байланбайтын, материалдық байлық әкелмейтін, есесіне жанды рахатқа бөлеп, көңілді көтеретін, немесе жүрек тыныштығын сыйлайтын сүйікті ісі, асқақ армандары да болуы керек. Бұл өте маңызды. Өйткені адам бәрін ақшаға апарып тіреп тастағанда, жеке басын бақытқа бөлейтін, қуаныш, шаттық пен еркіндікті сезіндіретін, сүйікті ісіне уақыт пен қажыр-қайрат таппай қалады. Асқақ арманынан бас тартып, уақыт қатпарында мүлде ұмыт қалдыруға мәжбүр болады. Адам ақшаға тәуелді емес іспен айналысқанда ішкі құндылықтарын тани түседі. Өмірлік қажеттіліктер айқындалып, ненің маңызды екенін түсінеді. Негізгі құндылық тасада қалғандықтан, былайғы жұрт миллионерлердің, миллиардерлердің еш арманы жоқ шығар деген шолақ оймен ішкі сыртқы бар құндылығын байлардың жағдайына апарып байлап қояды. Кезінде өзім де сондай ойда болдым. Кейін байлығы басынан асатын небір миллиардерлермен аралас-құралас бола жүріп түсінгенім, олардың да орындалмаған арманы болады екен. Оларда қандай арман болуы мүмкін дейсіз ғой? Балқия көбі менің орнымда болғысы келеді. Ал мен солардың өмірін сүргім келеді. Сағаттап сөйлесіп отырғанда бай адамдардан осындай сөзді жиі естимін. Қисапсыз ақша есепсіз байлық болғанымен, мені ертеңіме жетелейтін құлшыныс жоқ. Керісінше қарызы бар немесе тұрмысы төмен жандардың өмір сүруге деген ынтасы мен талпынысы жоғары болатын сияқты.
Кәсібім өрге басып ақша өзі келіп жатқанымен мені ештеңе қуантпайды, қызықтырмайды. Байлар мұндайды көп айтады. Менде бәрі бар, ары қарай не істеймін деген сұрақ оларды да тығырыққа тірейді. Бәлкім бақыт ақшада емес дегенді қолына миллиардтарды ұстап көрген, дәулеті тасыған адамдар айтатын да шығар. Дегенмен көп адам ақшам болса ғана бақытты болар ем, ақшам болса ғана шын қуануға болады, ақшам болғанда ғана жүрегім тыныш болады дегенді миына құйып алған. Миымызда ақшаға қандай рөл берсек, ақша сол рөлді ойнайды. Ол біздің сенімімізге сай жұмыс істейді. Миллиардер Марғұлан Сейсенбай ағамыз айтады: еш қашан ақшаның артынан қумаңдар. Біздің алдымызда екі түрлі жол бар. Бірі жетістік жолы, екіншісі бақыт жолы. Жетістік жолына түсіп, бірде екі қылу жолында жүргенде, ең бір қажыр-қайратқа толы жастық шағымыз, тіпті бүкіл өміріміз өтіп кетеді. Ал ақшасыз-ақ бақытты бола білсең, ақшалы болғаныңда одан екі есе бақытты сезінесің. Миллиардер адамның бұл сөзі бақыт байлықпен өлшенбейтініне дәлел болса керек. Тақырыпты аша түсу үшін тағы бір сұраққа жауап берейік. Сұрақ: сіз үшін ақша қызығушылық па, әлде қажеттілік пе? Бұл сұраққа шынайы жауап берсеңіз, өзіңіздің қандай деңгейде жүргеніңізді анықтай аласыз. Қажеттілік деген онсыз өмір сүре алмайтын нәрсе. Мысалы, ауасыз, сусыз, қорексіз күн көре алмаймыз. Бұларсыз тіршілік жоқ. Егер ақшаны қажеттілік деп тапсаңыз, мына бір мысалға мән беріңіз. Бір тілім нан мен бір жұтым су бермей есесіне ақшаны қабымен арқалатып, иен даладағы елсіз аралға апарып тастады делік. Сол жерде бір ай өмір сүре аласыз ба? Басқа құндылықтан артық санаған, қажеттілік деп тапқан қап-қап ақша сізге қажет бола ма, көмектесе ала ма? Тағы бір мысал. Тағы да сол елсіз аралға апарып тастады делік. Бірақ бұл жолы қап-қап ақшаның орнына көл-көсір тамақ пен қажетінше су жеткізіп берді. Сіз мұнда бір ай өмір сүре аласыз ба? Осы екі мысалды салыстыра отырып, ақша деген бар болғаны қолдан жасалған зат, алмасу құралы, жыртылып не жоғалып қалатын, жерге ұшып кететін қағаз екенін түсінеміз. Ақша өмірлік қажеттілік емес, ол қызығушылық. Ал біз ақшаны адам болмысындағы қасиеттерден жоғары қоятынымыз сонша, оны Алла жаратқан су мен ауа деңгейіне шендестіреміз. Тағдырыңнан бақыт жасап алу керек. Бай болсам бақытты боламын, қаладан пәтер алсам мендей бақытты жан болмас. Керемет көлігім болса, бақыт деген сол ғой. Жақсы жерде жұмыс істесем, бақытты болар едім. Дегендей бос қиялмен жанды жемей, барыңмен бақытты болуға ден қою керек. Иә, әрине, пәтер алсақ, көлік мінсек, ол да бір қуаныш сыйлап, сол сәтте бақытқа бөлейтіні рас. Бірақ бұл бір сәттік бақыт. Көлік алған күні тіпті одан кейін бір-екі ай бақыттан басымыз айналып, қуанып, марқайып көңілді жүрерміз. Алайда уақыт өте оның қызығы да басылады. Бастапқы эйфория суға сіңгендей жоқ болады. Демек, қандай байлық болса да, оның бізге беретін рахаты мен қуанышының шегі бар. Адам қандай байлыққа қол жеткізсе де, оның қызығы өткен соң бастапқы бақытсыз күйге қайта түседі. Сөйтсем бақытты болар едім дейтін ескі сарынға қайта-қайта түспеу үшін қолда бармен бақытты болуға үйрену керек. Мен де бұрын миллиардер бақытты шығар деп ойлайтынмын, бірақ қыруар ақшам бар, мен бақыттымын, жүрегім тыныш деген миллиардерді көрмедім. Ондай бақытты байлар да бар шығар.
мен әлі ондай бақытты жандарға жолықпаған шығармын. Алайда дәулеті бір басына артығымен жететін таныстарымның ақшаны бақыт санағанын көрмедім. Ұл десе ұлы, қыз десе қызы бар, барлық істе қолдап қолпаштайтын керемет жұбайы бар, отбасының ұйытқысы болып отырған адам бақытты шығар деп ойлайтынмын. Мұндай төрт құбыласы түгел жандарды да танимын, араласып тұрамын. Дегенмен олардың да жаным тыныш, көңілім тоқ, бақыттымын, маған басқа ештеңе керек емес дегенін естімедім. Дені сау жандардың да қол-аяғым бүтін, сол үшін де бақыттымын деп қуанып жүргені сирек. Күнделікті көп адаммен араласамын, толассыз келетін хаттарды оқимын. Сондықтан үнемі адамдарды сырттай бақылап, зерттеп жүруді әдетке айналдырдым. Қандай адам бақытты деген сұраққа жауап табу үшін боз ала таңнан қара кешке дейін Құран оқитын қариларды да бақылап көрдім. Көптеген қари танысым, ұстаздарым мен достарым бар. Бірақ олардың да күнде жүрегі тып-тыныш болып бақыт құшағында жүргенін көрмеймін. Бәрінің де басында бір уайым, бәрі де алаң көңілмен жүреді. Бұдан түйгенім бақыт ештеңемен өлшенбейді. Егер бақытты байлықпен, ақшамен өлшейтін болсақ, оны шектеп әлдебір қалыпқа салып қоямыз. Сондықтан өзінің ішкі қалауын, жан мен жүрек тыныштығын тапқан ақиқат құндылығын көре білген адам бақытты. Өзін ештеңеге байламаған адам бақытты деп түюге болады. Өйткені біз бағымызды байлыққа, балаға, денсаулыққа, дүниеге, тағы да басқаға балап, соған байлап қойсақ, олардан айырылып қалғанда қатты күйзеліске түсіп, өзімізді жоғалтып алуымыз әбден мүмкін. Әрине, айтуға оңай, әрі қарай осы айтылған сөзді санамызда сақтап, кішкентай қадаммен болса да осы жолға түсуге талпына беру керек. Көптеген терапия өткізіп, адамдармен жұмыс істей отырып, оларды сырттай зерттеп жүріп, басқаға емес тек Аллаға байланудың нығметін анық түсіндім. Адам бар бақытын байлап қойған ақша шығын. Мысалы, бір нәрсе сатып алу үшін оның құнын денсаулықпен, алтын уақытпен, қажыр-қайратымызбен, жүйкемізбен өтеп солармен шығындасақ, бұл тым қымбат өтеу болар еді. Ал ақшамен төлеу, ақшамен шығындалу әлдеқайда арзан, оңай әрі жеңіл. Егер ақшаға байланысты миымызда орнығып алған тұжырым мен сенімді осындай ойға ауыстырсақ, сонда байлыққа қатысты көзқарас пен атау да өзгереді. Жолда келе жатып терең шұңқырға түсіп кеттім делік. Ол жерден шығу үшін әбден әуреге түсіп, күш-қайратымды жұмсаймын. Аяқ-қолымды жаралап, біраз уақытымды сарп етіп жатып, әупірімдеп шығамын. Бұдан былай айналама сақтықпен қарап, ешқашан мұндай шұңқырға түспеуге тырысамын. Әрі соңымнан келе жатқандарға, «Ей, тоқтаңдар, мұнда терең шұңқыр бар, айналып өтіңдер». Түсіп кетіп әрең шықтым, қанша уақытым кетті десем, есті адамдар қаперіне алар еді. Шұңқырды айналып өту арқылы денсаулығын да, энергиясы мен уақытын да шығындамас еді. Ал мен осы ақпаратты білім ретінде сатсам, оны алушылар да бар болғаны ақшасын ғана шығындайды. Жаңа айтқанымда денсаулығына да, алтын уақыты мен күш-қайратына да шығын келмейді. Бұл мысал ақшаның ең арзан шығын екенін оңай түсіндіріп берді деген ойдамын. Әрине, ақша керек емес, оның ешқандай құны жоқ деуге болмайды. Дегенмен ақша үшін өзімізді, өмірімізді құрбан қылып, бақытымызды байлыққа байлап қою үлкен қателік. Сол үшін ақшаға қатысты өзіндік тұжырым жасап, ол туралы теріс ойымызды өзгерткен жөн. Ақшаға өзіне лайық атау бергенде, ол сол бағытта тиянақты жұмыс істейді. Миллионер адам бақытты ма?
бақыт ақшада ма деген сұраққа қайта оралсақ, мейлі бай, мейлі кедей болсын, жүрегінде тыныштық орнаған адам ғана бақытты дер едім. Жүрек тек Алланы еске алумен ғана тынышталады деп бұл жөнінде Құранда да айтылады.